Жәмила кемпір бүгін ұйқысынан ертерек оянып, қаптағы ұннан молырақ салып, 7 күлше пісіруге апыл-құпыл кірісіп кеткен. Кәрі шешесінің әр қимылы ұлы Рахымға жақсы таныс. Ұйқысынан сығырайып оянғанда ас үйден шығып жатқан шелпектің тәтті иісі мұрнын жарған. Сол сығырайған қалпы әлсін-әлсін есінеп бөлмесінен шықты. «Әкем келіп кетті ме?» деді күлкісін сол жақ езуіне құлатып. «Бұл жолы жақынырақ келді», деді Жәмила жұқалап туралған қамырды тапаға тастап тұрып. Қамыр шыжғырылып, көпіршік атып, сап-сары бауырсаққа айналып жатыр. «Жақынырақ келгенес?» «Кәдімгідей жақындады», деді Жәмиланың даусы қаттырақ шығып. Тура қарсы алдыма келіп, оң қолымен орамалымды түзеп, сол қолымен оң жақ иығымнан ұстап тұрды да, сосын тез-тез жүріп, қалың тұман ішіне сіңіп кетті. Сөзінің соңғы жағына қарай Жәмиланың даусы аздап жарықшақтанып, көңілі босаңқырап кетті. Шалы Дүйсенбайдың мына жалған дүниеден аттанып кеткеніне биыл 3 жылға тақаған. Содан бері айына 4-5 рет, кейде аптасына бірнеше рет шалымды көрдім деп 7 шелпек таратып, Құран оқытып, көрші көлемді шақырып ас беретте жатады. Кейде шай үстінде баяғы жастық дәуренін кеңінен тарқатып, күйеуімен қалай танысқанын, қалай артынан жүгіртіп, әуреге түсіріп қойғанын бейнелей баяндап, өткен күндер естелігімен көңілін жайлап, риза болып отырады. Содан соң Дүйсенбайдың қандай жақсы қылығы бар екеніне асықпай тоқталып, жас кезінде атақты көкпарша танып, кейін қартайғанда қой баққан шопан шалының бұл дүниедегі жақсылықтарын тізбелейді. Ақыр соңында көңілі алабұртып, кемсеңдеп, шай жиналар тұста Дүйсенбайым болғанда жағам жайлауда отырар едім ғой деп, мұрны пышылдап, ерні дірілдеп, әңгімесін аяқтайтын. Ондайда ұлы Рахым мен келіні Қайырша шешелерін жұбатқан болып, «Қойыңыз, жыламаңыз» деп қысқа қайрады. Әйтеуір кім келіп не айтылса да Жәмила сөз арасына Дүйсенбайды қосып, ақыр аяғында бүкіл әңгіменің өн бойына шалының адамгершілігі мен ерліктерін әспеттейтін естеліктерін дартып шыға келетін. Сондықтан Рахым үшін анасының бүгінгі қылығы дегеннен түсінікті болған. Бұрын әкесі барда 7 шелпек тек жұма күні ғана пісірілетін. Ал қазір шешесі «Дүйсенбай үй жаққа келіпті. Дүйсенбай екеуміз шай ішіп отыр екенбіз. Дүйсенбай піранға ұрсып жатыр екен» деп, Құдайдың құтты күні қамыр илеп, иіс шығаратта жатады. Піран үйдің үлкені. Қазір келіншегі 2 баласымен аудан орталығында тұрады. Гимназияда мұғалім. Анда-санда бірер мәрте онда да әлде бір маңызды себеппен келіп кететіні болмаса, қара шаңыраққа онша жолай бермейді. Қашан көрсең жұмысым қауырт, талап күшті деп зарғағып отырады. Өзі кішкентайынан саяқтау жүретін. Студент болған жылдарда бірде достарым шақырды деп үйден іргесін аулақ салғанды қолай көріп тұратын. Сонда сабырлы деген әкесі Дүйсенбайдың өзі шыр-пыры шығып ашуланып, үйдің бетін көрмейтін ұлына ренжіп қалатын. Үйленгеннен кейін де бір жола ауданға қоныстанып, ауылды ұмытқан балаға деген әке реніші тарқай қоймаған. Өзі томаға тұйық, әрі қаптаған қалың шаруаның ортасында көміліп жүретін Піран әкесіне де шешесіне де ләм деп жауап бере қоймайды. Шал мен кемпір зақтап, ренжіп, ашуланып, ақыры түк шықпасын білген соң қоя салатын. Содан ба әйтеуір Жәмила түсінде шалын көрсе болды, рас па өтірік пе, өмірі оны Піранға ренжіткістіп қоятын. Әлде өзінің ренішін жанамалап, о дүниедегі шал арқылы жеткізе ме, кім білсін. Рақым түске дейін-ақ қиып өткел ауылының ірі басты шалдарын көрші көлемді кешкі дастарханға шауып барып шақырып келген. Жәмила бір айқайлап, бір жылап, бір ұрсып, бір айналып толғанып отырып, Піранды де келіншегімен алдыртты. Қыстың қысқа күні тез ақ батып, кешкі сағат 7-8 шамасында даңғарадай зал тамның ішінде сақалын салалаған Қадырбай қарттан бастап, құдайы көрші кеше ғана 40-қа толғанын атап өтемін деп, біраз қызыңқырап қалған Жұматайға дейін сыңсып отырған. Әдетте мұндай отырыс әсіресе шал-шауқандар үшін кәдімгі мейрам іспетті. Кездесіп, қауқылдасып, өткен кеткенді айтысып, айран асыр мәз болып қалады.
Құран оқытып ас берілді деген аты болмаса, үлкендер жағы бір-бірін қажап, тістелеп, әзілдеп, тіпті біршама тізеге басып алатын. «Кәдеке, қалалық болған қалай екен?» деді шашы мен сақалы түгел ағарған Смайыл құр отырғанша қажай отырайын деген адамша. Оның сөзін батырғанда қолдай кеткен. «Ия, сізді қалада таксиші болып кетті дей ме?» «Ойпырмай Кәдірбай, рас бей? Тоғыржандай айтулы бабаның ұрпағы деген атқа лайық болмақ керек емес пе?» Қысы жазы қос беті манаурап қызарып, ұрты бүлкілдеп отыратын көсе Момынжан да көзін сығырайта күлімдеп әңгімеге қосылды. Кәдірбай әдеттегі әзіл оспақ қой деді ме, Смайыл бастаған шалдардың қылжағын оңаша елең қылмай бір жөткірініп алып сөйлеп кетті. «Түф, сендерге салса қиялдарыңа ерік бересіңдер әйеліп». Кәдірбай қарт болар болмас жымиып қойды. «Бала қызметте, келдің жас сәбимен үйде отыр. Алмаған сейіл керек. Соны байқады ма, ұлым жеңіл көлік әперген. Әлгі көлікке мініп, арагідік қала кеземін. Сол ғой мынаның айтып отырғаны», деп өзінен 5 жас шамасында кіші алыс туыс жиені болып келетін Смайылды иегімен нұсқап қойды. «Ой, пәлі деген, Алматыдай шаһарда көлікпен кез келген адам еркін жүре алмайды. Алдыңғы жылы барып, қалың көліктен көзім сүрініп, жүрегім лоулып кетті емес пе? Ал Қадекең болса ер ғой» деп демеп қойды. Жақып шал мейізді уыстап аузына тоғытып шай ішіп отырып. Кәдірбай бірер жыл бұрын жалғыз ұлының қолпашымен қалаға көшіп кеткен. Көшті деген аты болмаса, ай аралатпай ауылға тайып тұрады. Смайыл соны келекелеп қалмақшы болған. Әрі қарай шалдар ауыл аймақ мәселесі, жаңа құрылыс басталған бұл өлкеге әлі жөндеп жол төселмей жатқаны жайында кеңінен әңгімелеп кетті. Смайыл екі білегін түрініп, «Біздің ол ауданда құрылыс бөлімінде ғой» деп жаңа әңгіменің шетін шығара бербеді. Бағанадан бері ауылдың ойдым-ойдым жолы жайында ренжи сөйлеп, жүйкесі шығарып отырған Сейілжан киіп кетті. «Ондай ұлдың пайдасы тимесе, несіне күмпиесің ай сен?» «Күмпиіп отырғаным жоқ, ол шырылдап жүр ғой. Біреулер секілді ауылда құр сенделмейді». «Әй, Смайыл, тіліңді тартып сөйле». «Сейілеке, сенімен дауласқалы отырғам жоқ, ұлымның жақсылығын айтайын дегем». «Ойпырмай, сол ұлың айналдырған 5 күн бұрын ғана келді емес пе? Не деді? Бетің бар, жүзің бар демей, осы отырған бәрімізге арыз жаза бермеңдер, әкім ренжейді демеді ме? Сол ма жақсылығы? Енді дұрыста, нан жеп отырған соң», деп Смайыл бүгежектей түскен. «Нан жегені дұрыс қой, бірақ қызмет үшін ауылын намысын бір бүктеп атып ұрғаны қалай болмақ? Арыз жазсақ ауыл үшін жазамыз ғой, Смайылжан», деп сөзге Кәдірбай араласқан. «Әй, өзі кәдімгідей өсіп, дәп-дәу шенеунік болып дей», деді бағанадан бері үнсіз отырған Жұматай. «Дәулігін қойшы, үлкен демей, ақсақал демей, туралап шапқаны ренжітті», деп Сейілжан жастығын бүктеп, оң жақ шынтағына икемдеп бір қырындап жата түсті. Сосын қайта бағжаң еткізіп басын көтеріп, «Әй, Смайыл, менің баламның сенделгені сенің көзіңе сүйел болып шықты ма? Ол қайта үлкенді үлкен, кішіні кіші деп сыйлай алады» деп сөзін кілт доғарып, тағы біраз нәрсе айтсам бекен дегендей бір ауық түксиіп отырды да, сосын қайта райынан қайтып оң шынтағына қарай жантайды. Бастаған екі әңгімесінің екеуі де сәтсіз аяқталған соң ба, әлде темекісін құшырлана тартуға асықты ма, жұрттың алды болып, Смайыл үн-түнсіз далаға беттеген. Іле өзгелер де тамаққа дейін таза ауа жұтып алайық деп есік алдында әжік-күжік әңгіме құрып тұрды. Аздан соң үлкендер шәйін басып, енді қарпып ет жеуге дайын отырған. Жәмила ал үлкен тамақтан алдырыңдар деп жатқан кезде, Пірән мен Рақым табақ-табақ етті жер үстелге қойып, келіндер бота мен қайырша ас үйден сорпа тасып жатты. Жиылған қонақтар қазы қарта мен көмкерілген жылқының сүр етін сүйсіне жеуге кіріскен. «Түх, дәмін-ай», деп Момынжан ынта-шынтасымен асайды. «Кәдеке, баяғыда сонау 90-шы жылдары Сумандариядағы көкпардан жеңіп қайтқанымызда жолай Әдірбай байдың үйіне түскеніміз есіңізде ме?» деді сосын 5 саусағын кезек сорғылап шығып. Басқа ол ұмтылмас», деп Кәдірбай жігіт дәурені есіне түсіп бір көтеріліп қалды.
Сонда күллі дүниенің тұтқасын ұстап тұрғандай шалқушы едік қой, деп енді қайтып оралмас жастық шағын ойлап лезде мұңая түсті. Әй, сондағы асылған еттің дәмін айтсаңшы, әлі күнге таңдайымда тұрғандай болады да қояды, деп Батырхан аузын салп-салп еткізіп тамсанып қойды. Сен соны меңзеп отырсың ба? Деп еттің дәмі Кәдірбайдың есіне енді түскен. Балқия өзі байдың әйелімін деп менсінбейтін, астыда тәтті етіп істейтін жан еді ғой. Әдірбай қандай кең ет десеңші. Әдірбайды қоя тұр, Әдірбайдың қыздарын айт, деп Момынжан жымың-жымың етті. Сұлулықтары бірінен бір өтуші еді. Сол жылы Сүмандарияның жігіттерімен ойнағанымызды ойласам, әлі күнге арқам құрысып, балтырым сырқырайды, деп Кәдірбай табақтан қолын суырып, көзін адамдардан аулақтатып әкетіп, қабырғаға тесірейе қарап сөз бастай жөнелді. Момынжан, өзің білесің ғой, бұл өңірде бізді жеңгендер санаулы тұғын. Құдайдың қарасқаны ма, әйтеуір бет қаратпаушы едік. Айтпа, деп ұрты етке толған Момынжан басын шұлғып қостап қойды. Мынау бүгінгі асқа арқау болып отырған Дүйсенбай екеуміз қанаттасып, қанша көкпарда бірге жүрдік. Ол бір өзі текті, өзі мықты, білегіне 5 адамның күші дарыған жан еді ғой. Сол жолы Сүмандарияда мен тіземді жаралап, балтырымды тілгізіп алғанымда, Дүйсенбай бір өзі бүкіл топты көтеріп шығып еді. Сүмандариядағы қыр жағалап жайылған малының санын білмейтін 2 бай болса, бірі Жарқынғали де, бірі Әдірбай еді. Сол екеуі 50-ші жылдардың соңында өзара бәстесіп, 2 көкпар құрамасына демеушілік жасап майданға түскен. Сонда Әдірбай қолдаған жігіттер арасында Кәдірбай, Дүйсенбай, Момынжан, Батырхан, Жақып бар, әйгілі қарсыластарын бет қаратпай жеңіп кеткен. Соны Сүмандарияда қиып өткелде әлі күнге жырғып айтады. Әсіресе шашын төбесіне түйіп, әлекейдей жаланып, күші тасыған Дүйсенбайдың ерлігі елге аңыздай тараған. Онда Момынжан мен Батырхан команданың қаһарманы Кәдірбай мен Дүйсенбайға еріп қана жүретін. Әлі кемеліне келе қоймаған шақта тұғын. Өзгелері өңкей жас. Әрі қарай Кәдірбайды сол заманның көз көрген куәгерлері Момынжан мен Батырхан қолдап, Жарқынғали деген шылқыған бай демеушілік жасаған Сүмандарияның командасын 3 ойынның 3-еуінде де оңдырмай ұтқандарын айтып, біраз тамсанысты. Сосын сөз ауаны қайтадан Әдірбайдың дастарханына келіп тірелген. Ойпырмай, сондағы Әдірбайдың сұлулығы бірінен бірі өткен 3 қызының көзіміздің құрты болғанына я, деп Батырхан жан-жағына алақ-жұлақ етіп күліп алды. Ол қыздар бізді көзге іліп те отырған жоқ, бәрінің назары екеуінде, деп Момынжан Кәдірбайға қарап иегін қақ қойды. Сол кезде қызға қарайтындай хал болып дейсің бе? Деді Кәдірбай сабырлы қалпын бұзбай. Аяқтан шойырылып, күйіміз тайып шалқалаған күйі жаттықта қойдық қой. Қараса Дүйсенбайға қараған шығар. Дұрыс, Дүйсенбайға қарады, деп Момынжан есімі енді түсті деген адамша қомағайлана асаған бір уыс етті асығыс жұтып, саусағын шошаңдатып сөйлеуге асықты. Бір команданы бір өзі қырып тастап, серкені тақымына басып құйғытып, қуса жетіп алып, қарса ұстатпай қойып, Сүмандария жігіттерінің әптен зықсын шығарып еді ғой, деп кеңкілдей күліп риза болып қалды. Оны бұлайша әбден бейнелей сөйлегеніне дастархан басындағы өзге жұрт тегіс таңданысып тыңдап отыр. Міне, қыздар сондай қаһарманға қарамағанда кімге қарайды дейсің? Кәдекең жөн айтады, деп сөзін түйіндеді Момынжан. Кейінде талай ару Дөсекеңнің соңынан жүгіріп, талай сұлудың ұйқысын ұрлады ғой, деп Жақып та қызды қызмен қойып қалған. Сері Дүйсенбайдың түн жамылып Сүмандарияны бетке алып бара жатқанында талай көрдік емес пе? Бертінде де бірнеше рет Әдірбайдың ауылына желе жалғыз жортып кететін, деп Момынжан жеңгесін қызғандыра сөйлеп, дастарханның аяқ жағында көрші әйелдермен сыбырлай сөйлесіп отырған Жәмила жаққа қуақлана қарап қойған. Өзгелер де оның бұл сөзіне әр жерден тегіс күлісіп, Момынжанның әзіл әңгімесін қолдағандай ниет таныта бастаған. Іс аяғын насырға шаптырып алармын деп қорықты ма, Момынжан ол кезде өзгелер топ болып үйісіп, Әдірбай жаққа аяқ баса алмайды деп өзінше тігісін жатқызған болып қойды.
Сөздің шыны керек деп кеседегі сорпасын тауса ішіп, бет орамалымен аузын мұқият сүрткен Кәдірбай бір тоқтап алып, әрі қарай жалғастырып кетті. Сол үш қыздың үлкеніне көңілім құлап, сөз салғаным бар деп жымиды. Охо, әлгіден бері сөзді осыдан бастауыңыз керек еді, деп әңгімеге араласпай отырған Жұматай орнынан бір ырғалып қойды. Ұмытпасам, есімі Гүлмәриям беді, дәрігердің оқуын бітіріп келген. Нағыз тұрмысқа шығуға дер жағында отырған қас сұлудың өзі. Сүмәндарияның бар жігіті менің жарым болса деп жүрген. Батыл жетіп, сол қызға тікесінен бардым. Онда да қолпаштап, қолдап жүрген осы Дүйсенбай. Әдірбай таныс біліс көз таныс кісі. Әдейі ол шалдың Құбатан тауынан әрі асып, жылдағы ғадетімен аң атуға кететін кезіне туралап жеттік. Сол жақтағы немере інім арқылы қызды да құлағдар еткем. Жақсы, кездесуге шығайын депті. Жүрегім өзімде жоқ. Өрекпегені бір басылар емес. Қас қарайып кеште түскен. Дүйсенбай ақ жол тілеп немере інімнің үйінде қалды. Барымды киініп, бақанымды таянып кездесуге кете бардым. Ойпырмай әлгі қыздың сұлуынай. Көзіме тіке салуға дәт жетер ме? Жанарымды өткір сәуле қарып түсердей тайсақтай беремін. Кәдірбайдың хикаясына сілтідей тыңған жұрт ара гідік қызығушылықтарын тежей алмай қалды. Пай деген, Дүйсекең қалай ғана шыдап жат десеңші? Әдірбайдың сұлуына әркімнің қолы жетер ме? Сүмәндарияға барудың өз неге тұрат десеш? Түф, Кәдекей, қыз не айтты? Әркім әр тұстан осылай үн қосып, дегбірлері қашып барады. Ақыры не керек, әлгі қыз сөз ыңғайымен орағытып келіп, кетәрі емеспін деген қисынға бірақ тоқтаған. Жақсы жігіт екенсің дейді. Өзіміз айдалада Сүмәндарияның кіре берісіндегі бақ секілді әлдебір талдарақтың ортасында тұрмыз. Тынысым жиілеп, кең дүние тарылып сала бергендей. Қыз үзіп-үзіп осы екі сөзді айтқан. Ендігісі қорытынды сөз болуы тиіс. Түф, Кәдекей, соңын бір айтсаңшы енді, деп Жұматайдың да тынышы қашқан. Сен де қызықсың, қазіргі кемпірі Әдірбайдың қыз емес қой, қосылмаған боп тұр ғой, деп Кәдірбайдың ұрулас інісі жайрап берген бұрқылдай сыбырлап қояды. Әлгі қыз қылымсып біраз тұрды да, менің сүйгенім сенің жан серігің Дүйсенбай. Көңілме алмаймын, реніш тұтпаймын десең, сөзімді соған жеткіз десін. Бағанадан бері жым-жырт болып отырған жұрт шуласып, дабырласып кеткен. Кәдірбай көпшіліктің дабырын баспақшы болып, міне, Дүйсекең сондай серет деп сөз аяғын барынша жуан даусымен қорытпақшы болып еді. Көп адамның шуылы онсын онша естіртпей тастады. Бір кезде абыр-сабырды пышақ кескенде тиіп, ауа ағыны қақ жарып өткен Жәмиланың әй деген ащы даусы саңқ ете қалсын. Бағанадан бері Көкпар мен Дүйсенбайдың тақырыбына дендеп еніп, қызыққа батып отырған топ селт етіп, үдере жалт қарасқан. Кәдір, сен не деп тантып отырсың тегі? Анау қыз қарап еді, мынау қыз бүйтіп еді деп, шалымның аруағын қорлай берме, деп екпіндей түскен Жәмила бет-аузы түтігіп. Ойпырмай, біз енді жастық шақтың қызықтарын айтып отырмыз ғой. Бағанадан бері байыппен ас ішіп, баптана әңгіме айтып отырған Кәдірбай кәдімгідей абыржып қалған. Сабыр жеңеше, ағамызға қыздар ғана емес, бүкіл ауылдың махаббаты ерекше болды ғой, деп Жұматай өзінше философия соққысы келбеді. Сен араласпа, деп Жәмила оны да тиіп салды. Бағанадан бері ара-тұра тамақ алдырсаңшы деген сөзден аспай отырған кемпір енді тізерлей көтеріліп, жаулығын түзеп, Кәдірбай мен оның серіктеріне қарай тікесінен тартты. Немене? Әдейі менің қытығыма тиіп, ашуымды ояту үшін келдіңдер ме? Байдың қыздары қызығып еді, Әдірбайдың ауылына жиі кетуші еді деп жүдә қояр емессіңдер. Ойбай, сіз қызық екенсіз. Қызық болғанды қоя тұр сен. Өмір бойы адалым деп сыйлап өткен шалымды нақақтан қаралап отырмысыңдар. Әлде шындықтың шетін шығарып кетпексіңдер ме? Дастархан жағалай отырған шалдар жағы не күлерін білмей, не ашуланарын білмей абдырап қалған. Кәдірбай бастап, өзгесі қостап, басу айтпақшы болып еді. Жәмила анау-мынауға басылай қоймайтын рай танытып, бағанағы қарқынына қарқын қоса түскен. Ақыры тоқтаусыз көсіліп, ренжіп, қонағым деп шақырғанда біраз ұрсып алып барып бәсеңдеген. Бәсе,
Өзімде біліп едім, деді онда да кемсеңдегенін тежей алмай. Нені біліп едіңіз, жеңеше, деді сақалына ақ түсе бастаған Батырхан жас жігіттерше бір тізесін көтеріп жинақталып отырып. Бағана түсімде келіп кетіп еді, сонысы тегін емес екен-ау. Дүйсекең түсіңізге кірді ме? Не айтты сонда? Айтқан жоқ. Енді не істеп жүр екен? Келді де орамалымды түзеп, оң иығымды қайта-қайта ұстап, ләм деместен қалың тұманға сіңіп кете барды. Енді белгілі болды. Өзінше кешірім сұрақсы келген екен ғой. Кешіргенді көрсетермін. Жәмила аузы ұшпырыштанып, көзінің жасын тия алатын емес. Пірән мен бота, рақым мен қайырша, көздері жәудіреп, ашулы шешелеріне қайтып жұбату айтуларын білмей, үн-түнсіз бір бұрышта отырып қалған. Әлгінде Әдірбайдың ауылына бертінде де қайта-қайта барғыштат дедіңдер ғой. Жәмила басын көтеріп, осы сөзді қайсың айтып едің дегендей көзімен іздеп, Момынжанға келгенде кілт тоқтаған. Сен айттың ғой солай деп. Айттым, бірақ қыз қырқынға барып еді дегем жоқ қой. Момынжан қапелімде тыныш үйдің шырқын бұздымау дегендей шошып түскен. Ал қызға сөз сала барғанда шығар, бәлкім сен жасырып отырған шығарсың. Ойбай, жасырып қайтем, шын сөзім. Тірі күнінде де көп нәрсені жасырғандай болып, өзінше сырт түйіп, түксүйіп жүруші еді. Қойыңыз, Дүйсекеңнің табиғаты әу бастан сондай ғой. Әдірбайдың ауылында бірнеше қатыны бар десеңдерші. Әй, жеңешем бе қатырады ғой, деп Момынжан енді тарқылдап күлді. Қатындары болса талай бала бұл уақытқа дейін әкесін іздеп келер еді. Қораңыздағы малға таласар еді ғой. Такшты қорықпаңыз, деп орысшалап әзілдеп те қойды. Істің қапелімде Насырға шабарын аңдаған Батырхан да басу айтқан болды. Дүйсекең барса, көкпардың қамымен барады, жылқы қарап барады. Басқа не ойы бар дейсіз? Сосын Дүйсекең соңғы уақытта отынды да Сумандарияның жағасынан шауып келіп жүрді ғой. Басқамыз барсақ, ол жақтың жігіттері одыраңдап, ат ойнатып шыға келеді. Ал Дүйсенбайға ешкім бата алмайды. Сосын барады да, деп бағанадан бері ауыл мәселесіне байланысты ғана сөзге кірісіп отырған Сейілжан да енді жағдайды оңалтуға тырысқан. Жәмилажан, әлгі қыздың айтқанында бір жалғандық жоқ, бірақ Дүйсенбай оған ләм деп жауап та қатпады. Ол өзі тік бір беткей жігіт еді. Өмірлік досым ғой. Осы жалғанда Әдірбайдың бір қызымен сөз байласыпты, не жарасып жүріпті дегенді естімедім. Міне, құдайлық сөзім, деп Кәдірбай байыппен сөйлегенде барып, Жәмиланың жүрегі орнына түскендей болып, үндемей төмен қарап отырып қалған. Сонда да біразға дейін жасын тия алмай, орамалымен қайта-қайта көзін сүрткілеп, пышылдап отырғанда қойған. Ауық-ауық шалдар жаққа көз салады да, қайта көз жасына ерік береді. Ондайда үлкендер қой-қойлап, әзіл сөз күлмекке жақсы деген, қайта-қайта Дүйсекең бір аунап түсіп жатқан шығар деп алдарқатып, қайтадан Дүйсекеңнің мырзалығын, ерліктерін тізбелеп, оған Жәмиладан артық жар табылмаушы еді-ау деп біраз сабырға келтіреді. Жеңеше, ағам бүгін түсіңізге кіріп жатса, Әдірбайдың қыздарын айтып миын ашытпаңыз, тағы келмей қойып жүр, деген Жұматай әзілдеп. Жә, қалжыңға айналдыра бермеңдер, жетер, деді Дүйсенбайдың немере қарындасы болып келетін, жасы 75-ке тақаған Сәлима кемпір тоқтау айтып. Бұл уақытта қонақтардың да алды сыртқа қарай аяңдай бастаған. Кәдірбай бастаған шалдар дәлізде аяқ киімдерін іздеп, абыр-сабыр боп жатыр екен. Момынжан былғарыдан тігілген аяқ киімді ұстап алыпты. Мына су жаңа боп жатқан етік Смайылдікі емес пе? Әй, сол Смайыл қайда өзі? Сырт киімдерін киісіп, Жәмиланың келіндері салып берген бір-бір қалташа сарқытты ұстаған қонақтар енді ғана өз араларында кезінде ауылдың бас агрономы болған Смайылдың жоқ екенін байқап, қарбаласып қалған. Ойбай, ол қасқа бағана шайдан кейін тайып тұрда осы, деп бетін шымшыды әйелдердің бірі. Шіріктің баламды жамандады деп кетіп қалған-ау, деген Сейілжан таяғына таянған қалпы. Ешкім қостай кетпесе де, Сейілжан аяқ киімінің сірісін басқан күйі сыртқа шығып бара жатып, сөйлеп бара жатты. Кеше ғана алдымызда өскен жалаңбұт ұлы енді келіп өзімізге айғайлайды. Ауылдың жағдайын жасаудың орнына арыз жазба, әкімнен ұят болады дейді. Әкімі бізден ұялсын. Қайтеміз, ал Жәмила, қош сау бол, ас қабыл болсын,
деп Қадырбай бағанағы сөз үшін тағы да кешірім сұрағандай қалбалақтап аз тұрды да Сейілжанның ізінен сыртқа шықты. Қонақтай бірыңғай есік алдына үйіріліп тұрғанда ай сәулесі молынан тарап, айналаның ойы мен қырын, төбесімен беткейін абанық әйгілей бастаған. Шығыстан, Сүмандария жақтан салқын леп есетіндей. Соңғы бірер аптада аяз тұрып еді. Кешелі бері оқыстан көктем кіріп келгендей болып, азнаған ақпанның ортасында жер дүние былшырап сала берген. Үлкендер ойдым-ойдым жолдың шұрық тесігіне жиналып қалған көлшіктерден аттап өтіп, қатқақ жермен таңдап жүріп үйдейге тарай бастады. Жәмиле ауласының қос қапталын қоныстанған құдайы көрші Жайрапберген мен Жұматай қос-қостан темекі шегіп, іштерінен суырылып шыққан түтінді ауаға түп-түзу таратып бітіп, тұқылын табанымен езгілей бергенде құманын ұстаған Жәмила да көрінді. Ал жеңеше, сау боп тұрыңыз, деп енді екеуі кетуге ыңғайланды. Жақсы қарақтарым, ағамды көп қызғана бермеңіз, жүйкеңізді сақтаңыз, деп Жайрапберген сөзге араласты. Мәселенің анық-қанығын кейін анау жаққа барғанда Дүйсекеңмен сөйлесіп шешіп аласыздар да, деп Жұматай асығыс адымдап дарбазаға таяй түсті. Жә, қылжақты қойыңдар, қайтыңдар, деді Жәмиланың сөзіне күлкі мен күрсініс қатар араласып. Содан бері де қызғаншақ кемпір Дүйсенбайды көрдім, дәметіп жүрау деп талай рет дастарқан жайып, Құран оқытқан. Келушілердің де құрамы өзгермейді. Шалдар баяғыдай жастық шақтарын көкпар тартқанын айтады да, тағы да көңілін босатып алармыз дейме, қыз қырқын махаббат жағына келгенде аттап өтіп кетеді. Ондайда қонақтар жағы Жәмила кемпірге қарап, жымың-жымың етіп күліп қояды.